Болды, түсірем. Я? Түсірем. Yo. Басқа да түсірем. Бүгін керемет күн. Неше секунд айтпай қойын. Бұл бейнежазбада мен мүмкін сендер ешқашан естімеген және де мүмкін ешқашан ешкім айтпайтын бір ақпарат айтамын. Сол үшін дұрыстап тыңдаңдар. Бірақ ескертіп қойайын, бұл жалған немесе бір дәлелдерді қажет ететін бір тұжырым болуы мүмкін. Дегенмен сендерге пайдалы болады деп ойлаймын. Бұл бейнежазбаны бірнешесінші рет түсіріп отырмын. Және де менің ойымша сөз берейінші. Бұл соңғы бейнежазба. Өйткені сөз берім келмейді. Я? Сол үшін бастайық. Бірінші мынандай сұрақтан бастайық. Сендер мүлдем мәселесі жоқ бір адамды білесіңдер ме? Сендер яғни мүлдем ешқандай мәселесі жоқ бір таныстарың, достарың, мектептегі сыныптастарың бар ма деген сұрақ қойын. Менің ойымша сендер қазір жоқ деп жауап бердіңдер. Себебі қазіргі әлемде, бұрындарда, қазіргі әлемде, және де менің ойымша жақын болашақта да мәселесі жоқ адамдардың болуы ол өте сирек жағдай. Не үшін айтайын ба? Өйткені былай ойлап қараңдар. Бұл менің бір бақылауларыма негізделген жалпы мәселе ол нағыз мәселе адамдардың бір күнделікті бір күйбең тіршілігінде пайда болатын бір мәселелер емес, бір кішігірім проблемс емес, мәселе ода емес. Мәселе, нағыз мәселе. Ол жалпы осы әлемнің құрылымында. Әлемнің құрылымы деп мен нені айтып отырмын. Мына бір заңдылықты байқадыңдар ма? Неліктен күнделікті таңертең және кешкісін жол кептелістер болады. Неліктен сендер нағыз бір асығып тұрған кезде, кешікпеуім керек деген кезде сендерді біреу бөгеп қалады, бір тасбақалар шығып қалады жолдан, көлік істемей қалады деген сияқты бір мәселелер болып, әйтеуір кешігесіңдер. Неліктен мынандай жағдай болмаса екен, дәл бүгін болмай қойса екен деген кезде тура сол жағдай орын алады. Не үшін сендер мүлде болмасын деген, мүлде болмауын қалаған жағдайлар өмірлерінде болады. Бұның барлығы оңай. Жалпы бұның себебі айқын көрініп тұр деп ойлаймын. Бұл жалпы әлемнің құрылымына байланысты. Әлемнің құрылымы деп мен нені айтып отырмын? Әлемнің құрылымы деп мысалға алатын болсақ, адамдар, жануарлар өмір сүру үшін оларға қорек керек. Олар бір нәрсені жейді, тамақтанады және ары қарай тіршіліктерін жалғастырады. Дәл осылай, осы әлемнің құрылымына сәйкес әлем, тура қазіргі әлемдер, қалалар, елді мекендер, жалпы барлық индустриялар бірігіп, тура осы қалпын сақтау үшін оларға да қорек керек, оларға да бір тамақ керек. Және де дәл қазіргі қалыптарын сақтау үшін әлем қорек ретінде нені пайдаланады? Әлем адамнан ары қарай жалғастырайық. Бір адам келіп қалды. Жалпы әлем қорек ретінде адамның энергиясын пайдаланады. Яғни адамның бір эмоциялары, реакциялары, бір күйлері позитивті немесе негативті болсын, бір сезінетін бір сезімдерін пайдаланады. Адам бір жерге асығып бара жатқанда, оны не үшін біреу ұстап тұрады, бөгеп қалады және де кешігуіне бір себеп болып тұрады. Себебі дәл сол кезде адам сондай бір қуатты негативті энергия күшін осы әлемге бере салады. Ойлап қараңыздаршы, күнделікті таңертең және кешкісін жол кептелісі болады. Мыңдаған адамдар жол кептелісінде тұрады. Қаншама олардан негативті эмоциялар, негативті бір ойлар, кешігіп қалмайыншы деген бір уайымдары,
қаншама адамнан шығатын энергия қайда кетіп жатыр деп ойлайсыздар? Менің ойымша мен қайдан сен білмейсің. Ал менің ойымша оның барлығы осы жалпы позитивті немесе бір негативті осы әлемнің дәл осы қалпын сақтау үшін қорек ретінде кетіп жатыр. Жалпы мәселелер нағыз мәселелер ол мәселелер емес. Мен түсіріп жатырмын. Нағыз мәселелер ол мәселелер емес, ол әлемнің құрылымында. Яғни сен қандай адам болсаң да, әлем саған сені мазалайтын, сені уайымдатқызып қоятын бір мәселелерді саған ұйымдастырып береді. Оның барлығы сенен бір белгілі бір энергия, қорек көзін алу үшін жасалады. Яғни қараңдаршы, сен қандай адам болсаң да, сен сау болсаң да, сен ауру болсаң да, сен тағы біреу болсаң да, сен Намибияның президенті болсаң да, сен Марсқа ұшып кеткен ғарышкер болсаң да, сен тағы сен кім болсаң да, қараш, әлем саған бір сені мазалайтын бір проблем тауып беруге тырысады саған. Сенде бір психологиялық немесе физикалық немесе экзистенциалды бір мәселе пайда ұйымдастырып береді. Ал сен сол мәселені қабылдамай, яғни менде мәселе жоқ деп шешсең, және де сараң адам сияқты сол өзіңнің бір негативті энергияңды өзің білмейтін бір бағытта жұмсап жіберуден бас тартсаң, сен, менің ойымша, осыны тұжырымдаманың қорытынды ретінде сен ең қайталанбас, ең бір тартымды, ең бір жұмбақ және де адамдарды тартып тұратын бір адамға айналасың. Неге? Өйткені бүткіл дерлік адамдар өзінің бір мәселелеріне кіріп кеткен, оларға бір күнделікті энергия көзін тұрақты түрде беріп отырады. Ал сен негативті бір немесе мазалайтын бір сыртқа бір ақпарат көздеріне, сондай бір сен мазалайтын триггерлерге өзіңнің энергияңды беруден бас тартсаң, қандай бір мәселе жоқ, ешқайда бір керексіз жерлерге өзінің энергиясын құртпайтын адам сияқты, сондай бір керемет адам сияқты көрінесің. Ол бір бейсаналы түрде сезіледі деп ойлаймын. Оның барлығы енді себебі ол қажетті нәрсе. Сондай қандай керемет дүние. Яғни сен қандай болсаң да, сен энергияңды басқа бір негативті бір жағдайға беруден бас тартсаң, мен бас тартамын деп ойламасаң және мәселе ретінде қабылдамасаң, сен басқа адамдардан, мейлі ол кім болса да, мейлі ол кімді айтсам болады, мейлі ол Марсело Биелса болса да, оның мәселесі болса, ал сенде мәселе жоқ болса, сен одан бір тартымдырақ көрініп тұрасың деп айтсам. Бұл әрине менің жай ғана тұжырымдамам, бұны қабылдауларың да мүмкін, қабылдамауларың да мүмкін. Бірақ менде мәселе жоқ деп мәселелерді қабылдамай, өзіңнің ішкі ресурсыңды өзіңде сақтасаң, бұл өте керемет болады, және де бұл өміріңді жақсартуға үлкен себеп болады деп ойлаймын. Бұл бейнежазбаның өте күшті болады. Бұл бейнежазбаның жалғасы болуы мүмкін, егер толығырақ. Мен енді 80%-ға жуық ақпаратты айттым. Бұдан туындайтын бір басқа да қорытындылар болуы мүмкін. Егер қызық болса, онда қызық болды, ары қарай түсір деп айтарсыңдар деп ойлаймын. Жалпы осы. Сау болыңдар, адамдар құрметті.